тыныштанды өнім асым құнарлы отбасымның қамы қайтам Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қойдан бердік. Жоба соңында ең көп қой өсірген отбасы жеңіске жетіп, 10 миллион теңгеге ие болады. Вау, не деген жүріс. Қазір тезегіміз дайын болып қалды. Мадияр аға что-то. Не болды Мадияр аға бір орында? Ассалаумағалейкум, бәріне сәлем. Құрметті біздің Құнар жобасының тұрақты көрермендері, алдыңғы шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамыз. Өйткені біздің инфлюенсерлер және отбасылар тамаша тартысқа түсті. Біреуіне қой беріп, біреуіне қой алды. Бір отбасы жеңілген жоқ, жеңген де жоқ деген сияқты. Ал бүгінгі шығарылым одан да қызық болады. Өйткені бүгінгі тапсырмалар ерекше және жеңілген командаларға сыйлық та және ұтылып қалатын командаға беретін нәрсе де ерекше. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк. Біз екінші шығарылымды бастаймыз. Қазір Ақсеңгір ауылына біз Серік ағамен кіріп кетеміз. Аға, кеттік! Бөленіп шуағына күннің аспаныма қарайым, бұлттар алып түрлі пішінді. Өткен шағыма үңілді, шыңдарымды санайым, ынтамен салғаныма күшімді. Ризамын өзіме, өттім төзімен, іздерді іздеумен, төктім талай терді. Мен айттым, мен істедім, біреу көмектескен күтіп жүре берсем баяғыда батар едім. Әкелдіңдер ма? Дейтін бар еді ғой баяғыда. Қош келдіңіздер, құрметті біздің қатысушылар. Алдыңғы шығарылымда білесіздер, Разия садақ атудан жеңіліп, одан бір қойды Сабиркин алып еді. Негізі біз садақ атқанда бізге айтқан жоқ та, не болатын, қалай болатын, не үшін садақ атып атқанымызды. Бұл андай сайыс деді, и приз болады деді, болды. Сол үшін серьезно қараған жоқ шығарым. Мен өзім именно ондай серьезно қараған жоқ шығарым оған. Ондай қой үшін алып жатыр, қой үшін қатысып жатсыңдар деген болған жоқ. Ол жерде бір погода басқаша болып кетті, андай. Барлығымыз тез аттық. Мен шын айтам, бит аттым. Сабиркин озып кетті. Уа дедім де, қоя салдым, типа оттым, уа дедім де. Сосын қой алады деген сәл жүрегім ауырып кетті. Я, мен ойладым Франк деп. Садақ атудан қой береді деген кезде қатты қуандым, негізі шыны керек. Өйткені мен өзім, біз анау қора салудан ұтылдық қой енді. Мен ойладым, бір қойдан айырылдық ау деп отырған кезде қойымыз қайтар алатын шанс болды. Сол үшін қатты қуандым. Былай қарап тұрсақ, бір қойын беріп алу ешқандай разница жоқ, бірақ бұл реалити шоу болғаннан кейін біздің көрермендер барлығын көрсін деген ниетпен бір қойды ауыстыруға қош келдіңіздер. Зато арпа ішінде бір бидай болып, бәрі қоңыр ғой сіздерде, иә? Вот арасында мынау әппақ болып жүреді, әппақтардың арасында мынау темный рыцарь болып жүреді деген ниетпен. Кейін шоудың соңында да білінеді ғой, мынау ұтып алған қойымыз еді деп беттеріне басасыңдар ғой. Бір-бірлеріңізге беріп, кейін басқа да қойлар тартып аламыз деген көзқараспен битеп кетіп қалсаңыздар болады. Рұқсат, құтты болсын. Алғашқы жеңілістеріңіз, алғашқы жеңілістеріңіз де құтты болсын. Өйткені жеңіліп те көру керек шығар. Дәке деген мысал үшін не жеңген жоқ, не жеңілген жоқ, әшейін жүр деген сияқты әңгіме ғой. Болды, ауыса беріңіздер. Құтты болсын. Қойлар, давайте. Кім, Володя, ауыз. Осындай қойдан қойға жете беріңіздер. Ертең басқа біреуден тартып алыңыздар. Біздің қой майлылау екен, білмеймін, мен өзім қарағанда сравнивать етсем, біздің қой андай нормально, на массе қой екен да. Ал келген қойлар кішсәл арықта болып көрінді маған. Сол рас па өтірік білмеймін, мен солай көрінді маған енді. Сіздер апарық қой әкепсіздер де. Вот міне, сол үшін осы шығарылымда тағы да жеңіп, ең семіз қойын алып кетуге жақсы шанс қой сізде. Тамаша. Ендеше біз екінші шығарылымды бастаймыз. Осы шығарылымда да жеңіске жетулеріңізге тілектеспіз. Жәнібек мырза, бір-екі ауыз сөз. Рахмет. Ендеше бастаймыз. Аман сау болыңыздар. Ұтыстарыңыз құтты болсын, берсін сіздерге. Енді бүгін осы шығарылымда біз не көрсетеміз? Бізде тағы да бір сайыс болайын деп тұр. Бізде тағы да бір сайыс болайын деп тұр. Оны алдағы уақытта көресіздер. Достар, бізде жақсы жаңалық бар. Біздің Абдрахимовтар отбасында төл пайда болды, қозы дүниеге келді. Қазақ еліне плюс бір қозы.
барып сол қозыны көрейік, құттықтайық. Енді отбасы Абдрахимовтар отбасы бізде бүгіннен бастап лидер болып саналды. Бірінші орынға шықты, 31 қоймен. Иә. Және біздің ол отбасыға кішігірім сыйлығымыз бар. Қазір жаңадан дүниеге келген қозыны құттықтап мектепке шығарып саламыз. Кішкентай қобалжып бара жатырмын, бір жиенім дүниеге келген сияқты сондай бір ощущение болып тұр ма деп қоямын. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен қозы. Қош келдің Ақсеңгірге. Кім деп сұраса, әкелесі? Роддомда. Ұл ма, қыз ба? Қыз. Құнар плöжа басына алғышқы төлдеп. Болды, тамаша. Бірақ мынау что-то қозы кеше туылған сияқты емес. Қанша болды? Бүгін туылды ма? Біраз күн бұрын туған, соң айтпай жүргенбіз ғой. Айтпай жүріп, ана сюрприз. Я туыстар бар, анау бар, бірдеңе айтады ғой әйтеуір. Атын кім деп қойдыңыздар? Құнар деп қояйық атын. Атын Құнар деп қояйық. Құнаргүл. Болды. Құнар. Құнарлы болсын деп. Болды. Құнар, қош келдің. Ертең удостоверениеңді алып кетейін алайын. Сосын выпусты шығарғанда ше бетіне смайлик қоя салдым да, шәлі кішкентай ғой. Тигр қойып қояйық. Болды. Қозы өзінің анасына жүгіріп кетті. Тағы да құтты болсын. Осылай бұйыртса төлден төлге жете берейік. Қуаныштарыңыз көп болсын. Қой қоздағанда не істеу керек? Қой мен қозыны бөлек жылы жерге орналастырамыз. Қойға жем мен шөпті 2 есе көп береміз, алдында үнемі тұру керек. Ал қозының үстін кептіріп алу керек. Және де қой қозысын қабылдап алғанын көз жеткізу керек. Қой қозыны емісіп, ескелесе бәрі дұрыс деген сөз. Ал егер де қой қозыны сүзіп, маңайына жолатпаса, міндетті түрде қойдың қозыны қабылдауына жағдай жасау керек. Мысалы, қойды 3 аяқтатып қозыны жіберіп, оны қабылдағанын күтеміз. Қой мен қозы 2 апта жіті қадағалауда болады. 2 аптадан кейін қой мен қозыны қоздаған басқа қойларға қосуға болады. Достар, бүгінгі шығарылымның ең қызық сәтіне келдік. Өздеріңізде сезіп тұрған шығарсыздар, мына иісті. Иісі мұрнымды жарып бара жатыр. Біздің блогерлер, қаладағы Разия, Сабиркин, Дәке бүгін Ақсеңгір ауылында тезек құйып жарысады. Вау! Күшті! Мен өзімнің ведущий екеніме қатты қуанып тұрмын. Ендеше бүгінгі біздің блогерлерді шақырайық. Блогерлер, сахнаға! Вау! Не деген жүріс! Не деген өздерін таза ұстайтын ара аулауға келе жатсыздар ма? Не істеп жатсыздар? Күшті! Гәупеңдеп келе жатқан біздің блогерлер. Иісі қалай? Мен мұрным бітеліп тұрса да, бұл иіс мұрныма келіп жатыр. Ар жаққа өтсеңіздер болады, бірден қош келдіңіздер. Ондай ала көзбен қарамаймыз тезекке, тек махаббат көзбен. Бұл сіздердің сайыстарыңыз. Қалай, жалпы кім бұрын тезек басып көрді? Басып көрмегенбіз. Разия? Мен анда случайно басып қойып, аяқ киім сасыған кездер болған. Ал қыздар, жігіттер, қош келдіңдер. Бұл өте жауапты іс. Қазақ білесіздер, қыстың қамын жаз ойла дейді. Тезекті құяды, қыста отын ретінде пайдалану үшін. Үйде қолға піскен нан жеңдер ғой, соның бәрі осы тезекпен дайындалады. Сіздерге ең бастысы сіздерде бір желание болу керек, желание. Бар ғой. Желание бар, иә? Бар. Ұтылға желание жоқ, өйткені ұтылған команда отбасынан қой алыпсыздар сіздер. А біздің отбасылар ұтылмаш, пожалуйста, қойды көбейтейікші деп айтып жатыр. Қалай ойлайсыңдар, су құю керек пе, керегі жоқ қой бізге? Керек сияқты. Су құю керек, түрде су құямыз қазір. Өзіңіз істей бермеңіз маған. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Осылай суымызды құйып аламыз, иә? Сосын құйып алғаннан кейін ұялмай екі аяқпен осылай еземіз. Езген кезде иін қандыру керек бұның. Білесіңдер ғой, иін қандыру керек. Алдарыңызда дубайский шоколадтың начинкасы. Мына жақтарда, мысалы, мына аяқ сұйық, мына аяқ қою болып қалды ғой. Бүйтіп аяқпен тартып аламыз. Дәке, келсеңші салып көріңіз. Күректі алыңыз да. Бар. Иә, бұл күрекпен салудың ешқандай да оқуы жоқ, өте оңай. Иә. Дәке, молодец. Үйреніп қапсың уже. Қыздар, қолдау қойды Дәкеге. Ой, Дәке. Әдемі. Ал міне біздің қазір тезегіміз дайын болып қалды. Сабира? Келесісі мен ба? Иә, аударып көресіздер ме, қыздар? Давайте. Иә, бір-бірден бәріміз көрейік. Мынаны қалыпты аласыз да, міне. Иә.
осылай ұста. Давай. Маклюбе ғой, маклюбе. Маклюбе, иә. Тура давай. маклюбе сияқты сол. Давай. Кет, Бір, екі, сәби давай. 1, 2, 3 кеттік ал. Ай, бәрекелді. Бәрекелді. Болды. Енді үсте бәріміз қасықпай орамыз. Тин. Әдемі Сабираны қолдап қояйық. Әдемі, кәне. Вау! Браво! Болды. Мына үсте екі свеча. Екі свеча қой жүр. Сіздерге қазір тағы да бір айтайын. Мынау қазір өте жақсы шыққан тезек болып есептеледі. Түсінікті ғой, бәрі осылай істеледі. Ал құрметті блогерлер, бірінші қазір біз толықтай тезекті езіп, сочный қылып дайындалып аламыз. Сосын біздің сайысымыз басталады. Көрейік. Ана аласыздар ма? Мен ұстай тұрайын. Стай тұрыңыздар. Екеуінде ма? Өзінің тұсына суын құйсын. Қазір құйылған тезектің пішініне және оның қалай езілгеніне және құйылған қатарына қарап, кімнің жасаған жұмысы жақсы жасалды, соған қарай бағасын береміз. Рәзия, суды өзіңіздің түсіңізге қойыңыз, қазір сіз қалып қоятын сияқтысыз. Әдемі. Күшті. Бұндай кадрды сіздер күнде көре бермейсіздер. Сабиркин, Разия, Дәке үшеуі тезек езіп жатыр. Сабиркин, Разияның аяғы батып қалды. Так, шықты. Сәлден кейін бір аяқпен бүйтіп кетіп барады. Дәке, сіздікі де жақсы болып қалды. Так, бізде Разия аяқ киімі мәссә, мынау шешіліп қалды. Мен аяғымдағы аяқ киімім, мен негізі размерімнен 10 есе үлкен ғой. Негізі мен 35-36 кием, анау 45-ші размер болды аяғымдағы размер. Содан өте қатты ыңғайсыз болды ой аяқ киімім тоже. Тезек басу сайысы. Блогерларға 5 минут және бір қалып беріледі. Осы уақыттың ішінде ең көп тезек жасаған блогер жеңіске жетіп, екеуінің біреуінен қоя алады. Ал кеттік, дайын болсаңыздар. 1, 2, 3, кеттік! Так, бізде Дәке бірден сыбана іске кірісті. Мұна жақта Сабиркиннің де өзінің тактикасы тамаша. Разия кішкене жылдамдатсаң, о, әдемі. Бірінші бізде Сабиркин жасап шықты. Екінші болып Дәке өзінікін жасады. Дәке бірден екіншіне кетті. Мінекей Разия өзінің алғашқы тезегін жасады. Мен бірақ жеңіл деп ойладым негізі. Бұл сайысты жеңіл. Қиын емес қой, саласын жерге жабыстырасың деп ойлағам. Бірақ сайыс кезінде бір отбасының кәдімгідей бір қойына жауапкершілік мойнында тұрған кезде, ол 30 қойды отбасың бүйтіп әлпештеп асырап отқан кезде, сен мына жерге қадалып ұтылып қалсаң ұяттау да. Мен жеңіл деп ойлағам негізі, бірақ физикалық тұрғыда өте қатты қиын екен негізі. На скорость істесең, егер баяу бабымен істесең, негізі жеңіл. Бізде Сабиркин уже екіншісін. Дәке де екіншісін жасады. Егер пішіндеріне қарасақ, как будто келетін сияқты. Қызық. Прям сыбана кіресіп кетті ғой барлығы, күшті. Мен басында егер байқасаңыздар, мен ойладым былай ішіне салып алып сөйтіп жасайын деп кішкене қулық жасақ көрінбеген. Сөйтсем болмайды екен. Сөйтіп мен пока былай алам дегенше уже Сабиркин ішіне салып жатыр екен да. Сөйтіп мен біріншісін болған кезде Сабира, кажется, мен ойымша үшіншісін жасап жатты. Мен қалып бараттым басында, сосын уайымдадым, қалып баратыр ма мен деп. Негізі аңсаған қазір енді құйылған пішіндерге қарасақ, Дәкенің жұмысы өте жақсы шығып жатыр. Неге десеңіз, қатар қалыбын жақсы ұстап жатыр, және де формасы бәрі әдемі. Дәке осыған дейінгі екі тапсырмада да жеңбеген еді, бүгін мотивациясы өте жақсы болып кетті. Бізде Сабиркин мен Дәке өте бірдей келе жатыр, прям бір-бірінен қалысар түрі жоқ. Қалып сулап отырамыз. Разия тек бір ғана тезекке қалып келе жатыр. Разия басында қалыпты сулап аламын деп бір тезек артта қалып қойды негізі. Содан әлі жете алмай келе жатыр. Жоқ, негізі қиын емес. Просто мен өмірімде вообще мен ауылда болмағаннан кейін, мен үйленгеннен кейін бірақ ауылда болып көрдім да, бірақ ешқандай онда жұмыс істеп көрген жоқпын. Сосын негізі басында мені шоуға шақырғанда мен ойлағам, оңай болады, не қиыншылығы бар деп. Бірақ қиын екен, өте қиын екен. 2 минут қалды. 2 минут уақыт қалды. Тамаша, Дәкенің жүгіріп жүрген күшті көрінеді екен бір жерде. Дәке қазір сападан гөрі аңсаған санға қатты мән беріп кеткен сияқты. Бұл
Дәке, бірақ біз сапаға да қараймыз, бұл байқаймыз. қателік негізі. Иә, өйткені міне Сабиркиннің соңғы жасаған тезегі мен Дәкенің соңғы жасаған тезегі жер мен көктей деуге келеді. Мен ешқандай Сабиркинге қатты болеть етіп жатқан жоқ. Бүгінгі тапсырмамыз, білмеймін енді, қатты жүрегіме тиіп кетті, потому что мен өзім бір каждый ұтылыс, каждый сәтсіздік болғанда өзімді ғана емес, отбасымды не істеп жатырмын да. Все, жыламайым. Каждый сайыс сайын сен түсінесің бүкіл серьезностьті и то, что сен отбасыңды подводить етіп жатқаныңды. Вот. И соған жылағым келіп отыр. 1 минут қалды, достар, 1 минут. Бізде 1 минут, 1 минутта Асығыңыздар. кім қанша жасап үлгереді. Үшеуі де беріліп жасап жатыр, егер мән берсеңіздер. Аяп жатқан жоқ, тезек деп. Егер қазір қолғаптар жылтырса, қолмен де жасауға за сияқты. Әдемі, Дәке. Соңына қарай қалып бартқан сияқты сезім болды да, и сонымен сапаны қойдым да санға көшейінші дедім. Негізі басынан бастап тек санға қарасақ көбірек жасауға болатын еді негізінде. Себебі ана қалыптан түсіру қиын да, ол барлығы бірдей болу керек та. Сондықтан да сапаға басына жұмыс істеп қалдым. Дәке, мына жаққа жасап барып 9, жасауды жөн 8, көріпті. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Все, Стоп! қалдырамыз. Қолдарыңызды Тоқтаңыздар. қойыңыздар. Бізде Дәке мына жерде аяқтады, ал Ай, Сабиркин маласы, қол шапалақтап біреуін қояйық. толықтай жасады, бірақ өкінішке орай апарып үлгермеді. Разия соңғысын қалап үлгерді. Тамаша. Біріншіден, өз-өздеріңізге бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Сіздер үлкен молодцысыздар. Күшті. Дәке, красавчик, молодец. Бұл сайыста, возможно, маған недостаточно внимания болып қалды еще. Мен андай шетте қалып қойдым да, и андай уже бәрібір болып кетті. Мен қалай істеп жатырмын, қалай істеп жатқан жоқпын деген сияқты. Потому что мен уже естіп жатырмын, Сабира Дәке, күшті отыр, Сабира Дәке. И мен шетте тұрмын ғой, сүмірейіп, жасым ағып, көзімнен қолым дірілдеп. Жалпы қалай екен Разия тезек жасаған? Қыздардың жұмысы емес деп ойлаймын. Қыздардың жұмысы емес деп ойлаймын. Тамаша жауап. Дәке, өзің не дейсің? Не ол? Қалай? Сен жалпы Мен жа ойладым 5 минут деген аз деп ше. 2 минут қалды деді ғой. Сөзім шаршап бастадым. Аяғым істемей қалды мен бір кезде. Әрең жүрдім ғой, қисайып. 1 минут өтті деген кезде Әлі 4 1 минут бар ма дедіңіз ба? деген болды. Және де бұл жерде физикалық күш өте маңызды екен. Иә, басында өткен сіз бірінші орында келе жаттыңыз да, Иә. бір 2-3 минуттан кейін уже күшіңіз сәл азайғанын білініп қалды. Негізі тезек жасау қыздың жұмысы емес екен. Қыз балаға өте ауыр. Мен енді ондай ауыр болады деп ойламадым. Енді құрметті эксперттер, санап бастайық. Біз бағана түріне, пішініне, жалпы и санына қараймыз. Бірінші Разиядан бастайық. Біріншіден, Қатты жүрімді кеттік, ал санаймыз. Мен санап шығам, сосын сіздер санына да сапасына мән бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тезек. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Тамаша. 5 минутта 9 тезек деген мен бұдан аз жасаушы едім. Разия, саған 5. Разияның тезектері бойынша өздеріңіздің ойларыңызды. Менде ұсыныс бар. Так. Сапасына қарамай қойық, жалпы бәрі жақсы құйылған. Иә, эксперттеріміз жақсы жұмыс жасады, терледі, шаршап жатыр. Ет болады сапасына. Кез келгенін қабылдаймыз. Значит, 9-ның 9-ы идеально құтты болсын. Ё-моё, неге сен оны қазір айтып атсың дедім ғой. Себебі біз енді түріне қарап, шамалы үстіп тырыстық қой, түрі де әдемі болу үшін. Возможно, басында бізге түріне қараймыз деген бір сөз болмағанда тез-тез істеп ұстайтын едім деп ойлаймын. Ары қарай біз Сабиркиндікін санайық. Сабиркин басында күшті келе жатыр еді. Өте идеальный жасаған. Анда игры в кальмарада секіріп өтеді ғой, сондай сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тезек. Тамаша. 10 тезек, оны бір қатарда әдемі жасалған. Сөздің ашығы. Тек жылдамдық қана басам деп ойладым. Бұл жерде жылдамдық қана маңызды деп ойладым. Оказывается, физикалық күш өте маңызды рөл атқарады екен. Негізі, егер 2 минут бергендеріңізде мен ұтып кетеді екен. Сабиркин сізге 5 деген баға. Ал енді бұл сайыста
физикалық күш басты рөлді ойнап кеткен сияқты біздің қатысушыларымыздың ойынша. Бірақ не дегенмен санап шыға кеттік ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп тоқтап қалсаң. 8, 9, 10, 11, 12 тезек шабал ұрып қойыңыздар. Дәке зы. Бұл жерде 2 тезекке артық жасады. Бұл жеңімпаз анықталған сияқты, иә? Аңсағанның орнында болғанда тіпті сол ер азаматпен жасаған Давайте бәріне мықты бәсекелестік үшін мен орнымды бере салатын едім. Дейсіз ғой? Деймін, иә. Ол сіз ғой, қатысушы емессіз ғой. Енді дәке Менің ойымша ешкімге орын бермеу керек онда. О, Біз қызбыз бірінші істеп тұрық ауыр жұмыс. осындай әдемі текетірестер басталды. Қалай ойлайсыздар? Қалай қайтадан? Енді қиын жұмыс қой, например, я не знаю, мен бірінші рет вообще істеп тұрмын өмірімде, и қыздарға реально қиын сияқты. Мен мойындаймын, как жігіт ретінде, физикалық тұрғыда қатты қиын. Мен өзім аяғым, қолдарым қатты ауырып кетті негізінде. Бірақ бұл сайыс қой. Сайыстың аты сайыс. Сайыстың керек. Бірақ мен бірінші рет істегеннен кейін пока что неопытность деп ойлаймын. Ертең келесі істесек, дәкені айырам, Бесентайды алып келіп. Саберкин, сіз не ойлайсыз бұл жайлы? Дәкемен келсем, бірақ онда күресейік, олай болса, сайыс болатын болса. Күресек дәке жеңеді ғой, по-любому, дұрыс па? Ол нечестно болады. Сол сияқты физикалық тұрғыны келесі жолы кішкене мән берсеңіздер. Болды, біз Саберкин мен Разияның ұсыныстарын қабылдадық. Келесіде дәкеге ыңғайсыздау, яғни тамақ істеу сияқты қыздың тіршілігіне макияж жасау бірдеңе жасаймыз. Бірақ дәке оған да қарамай жеңіп кетемін деп тұр бұл жігіт негізі. Ай, дәке. Мүмкін. Болды, бұл жерде 3-ші орынды алған бізде Разия, 2-ші орын алған 10 тезекпен Саберкин, және 12 тезекпен алға шығып жеңіске жеткен дәке зы. Шапалақтарыңыз. Сен мақтадың ба, даттадың ба? Бұлай, асыра жерге... Жоқ, егер жеңісті белгілерің келмесе, по проекту егер белгілерің келмесе, жобада шындықты айтасаңдар, мен қазір-ақ бере салайын. Егер де ол солай болған. Жоқ, бұл сайыстың аты сайыс. Дәке жеңіске жетті, дәкеге шабалар қойыңыздар. Өздерің қойған не ғой, ойын ғой. Иә, ол өздері. Ол очевидно. Иә, бұл жерде. Жоқ, ол садаға ту сияқты. Ешқандай не емес ше. Нет у меня претензий. Это было изначально очевидно. Болды, претензия жоқ. Күшім, біздің күшіміз не екен, андайға жетті. Біздің жобада терки басталған сияқты. Болды. Все, болды. Бітті ғой бағана. Ойағыл қой беру, надоелсіңдер. Все, шешіне беріңдер. Не қылдыңдар, өздерін қатыстырып, өзім басыма түшіп. Салғыласайын десем, қалуымда қыздар қысап трамвайдан үндемей тұрдым. Ладно деп. Маме, жылау. Сложно, андай. Жүрегім қатты дүрсіздеп кетті ужасно. Біраз еден реалити бүгіннен басталды. Шынымен де бір жылдың ішінде не болатынын білмеймін мен. Бірақ бүгіннен бастап сайыс басталды. Өз-өзімізді қолға алу керек енді осы моменттен бастап сайыс басталды деген сезім келді. Қатты мотивация болды. Я уже реалити шоудың басталғанын сезініп отырмын өзім. Бүгін окончательно мені давить еттіңдер. Күшті болып тұр ма? Иә. Сен угологың ба? Иә. Маме, вообще түсінбеймін мыналарды кім десе. Таныстырып өтсей маған примерно біліп отырайық кімнің кім екенін. Бұл Альфа, Найчуан, Юнги, Тэхион, Джин, Намджун, Хасок, ең мынау жақсы көретін Джонгук. Арманның концертіне бар. Иә. Подружкамыз ғой екеміз? Бауырмас қалдың ма маған? Иә. Ой, Шо үйреніп кеттім. Сен арманың бар ғой бір. Кім болғың келеді? Өскенде арманың қандай? Мен актриса болғым келеді. Но былай қазір актриса болғым келеді, но ұяламын да, ашыламай жоқта өзім былай қуып кетемін кейде. Айнаға қарап оянтасың ба? Иә. Сынаймыз сені. Давай, сен қазір маған удивление көрсетші. Джонгук тұр ана жақта деп жатыр.
Ой, енді дорогие кастинг-директоры, если вы смотрите это видео, я уверена, что смотрите, присмотритесь Камила деген қызға. Она просто, она невероятная. Күшті қылып түсіп сендерге отвечаю. Просто қазір ұялып жүр немножко. Бірақ скоро ашылады. Актерский бір талантым бар, жылау. Білмеймін, бір қазақ фильмін көріп қалса ше. Қандыр мен күшті жылауым қалсаң. Неше секундқа дейін санау керексің, бірақ. Неше санап көрші көрек. 10-ға дейін санаймын ба? Жоқ, санай берсе неше секундта жылайсың. 4 5 Қиын екен. 6 Өте қиын екен. 7 8 9 10 Жас көріп тұр ма? Любазы жылай ма? 11 Сосын мамаң айтады, 12 біз екеуміз жүрмейміз деп. Ойлашы. Қойларыңды оқып кетемін дейді ғой маған. Не айтарым білмей қалған соны. Актрисамын ба? Байқа бала даладан, байқа бала даладан, бала ойы далада, бірақ өсің бе, бала өсің бе. Бала даладан, байқа бала даладан, бала ойы далада, бірақ өсің бе, бала өсің бе. Жәке, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, аңсаған қалайсың? Жақсы. Қалай Шүкір, не істеушісіз бұл жерде? Сос Бучешевтердің сыйлығын алып келе жатырмын. Қош келіп қалдыңыздар. Қош көрдік. Вау. Сіздерге енді біз екі жаңалықпен келдік. Біріншісін бізде Жәнібек мырза айтады. Ол сіздердің сыйлықтарыңыз. Қараңыздар. Осындай сыйлық бар. Ана қойғырып қатын. Барбершопта қолданатын машинка. Вау. Осындай. Иә. Электрикалық, тоқпен істейді. Фиолетовый. Иә. Бұны еркелетсеңіздер болады, Тайсон дейді. Бірінші жаңалық құтты болсын. Рахмет. Игіліктеріңізге жаратыңыздар. Екінші жаңалық бұл белгілі бір уақыт ішінде Шөп жинау? шөп жинау. Отбасылардың сайысы шөп жинау. Әр отбасы ауласына шөп жинау керек. Сатып алуға болмайды және өздерінің шөбі саналмайды. Ең көп шөп жинаған отбасы жеңіске жетеді. Қай жерден шөпті қай жерден орастар? Мына неден, жазықтан. Жазықта бар, ә? Өзіңіз ұра бересіз. Болды ғой? Ордырамыз ғой, тракторға. Трактормен ордырып жинайсыз ба? Дайындық жақсы болып тұр. Пока что план ағам ерініп қалмаса. Одан бөлек? Одан бөлек әкем үйінде бар, жинап қойған. Әкеміздің үйінде жинап қойған шөбіңіз бар? Қанша примерно шөбі жақта бар? 500-дей бар. Не жақта сен алып болмағаннан кейін сояққа жинап қойған ба? Шөпті арнайы жинайтын жер керек қой негізі? Давайте енді подключаться надо, задание дали. На көрші ағайдан сұрайық. Как раз сезгенде кеппіз ғой мына жерге. Мынаның бәрі біздікі ғой шамамен, Иә, бұйырса. Жоқ, біздікі ғой. Тасу керек қой оны. Тасимыз, атасына әлет. Күшті жасыл шөптер бар дейді ғой мына жақта. Бар. Естіп қоятырық қой. Жасылы да бар. Бізге береді дейді ғой. Алыңыздар. Да? Шынымен ба? Иә. Алып кетсеңіздер болады, сән мастап. Жоқ, қанша бересіз? Бәрі? Қанша керек? Көп керек қой. Көп керек. Любой ма? Любой сан ба сонда? Папа қанша аламыз? Мен шамам жеткенше тасу керек анаққа. Шөптеріңіз күшті екен бірақ. Не көрсеңіз? Мынау керек. Өзің чапқан шөп қой. Мына саған көрініп тұр, аға көрініп тұр. Вообще общий 500 керек қой бізге 500. 500 алып кетсек точно жинаймыз біз. Жоға мысалы жа кескен жоқпыз. Жаңа шөпті біреуден алып, оны барып жинап беруім керек. Беруім береді. Бірақ енді оған болмайды. Біреудің жинап қойған шөбін бітсін шығарып әкеп мына жаққа жинап қайтадан апарып беру деген ол болмайды. Шығыны көп, неоправданный сайыс болып көрінді маған. 500 шөп деген осы жақта. Иә. Ана қораның қасына жаңағы келген шөптер осы жерден келген ғой, қойға тастадыңыз ғой, осы шөп па, басқа ма? Басқа ол, полядан кейін. Мына жерде қанша бар? Точно 500 ровно. Иә. Мына көршілерден бір не жоқ па? Қарсы шөп адамдар жоқ па сізге? Бері тұрыш кейін әкеп береміз дейтіндер жоқ па еді? Үйтіп алуға да болады. Үйтіп алуға болады? О үшін барынша Ореке барынша көбірек жинау керек қой. Көршілерге бере тұр әкеп берем. Рулон жинаса бола ма? Рулон да болады. Жалпы шөп көп болу керек қой бізге. Не ғұрлым көп, соғұрлым жеңімпаз болуға шансымыз да көп.
Оралбек аға осы ауылды ұстаған. Осы ауылда құрдастарының смотрящий болған. Бригада деген толпаның номер 1-і. Сол үшін таңдаған осы ауылды смело жүрген. Оралбек 1 удар деген соған. Ана братан бар ғой, соның досы бар екен. Қалада дәу аңғар бар ғой, овощ хранилище сияқты, сондай сияқты, бірақ одан да дәу шөп не сақтайтын жері бар екен ғой. Сөйтсе малмен айналысатын кісі екен да. Соның бәріне шөп жеткізу керек екен ғой. Айтты, алып кете бер, бірақ өйстіп әкеп жинап қойып қоясын деді. Алло, Адам, қайдасың? жақта. Чөп керек. А? Чөп керек деймін. Чабылған барды? Жоқ, чабылған керек. Жоқ, қойды. Русеке, ассалаумалейкум. Алейкум. Есім Дәулет болады. Аха. Орекеңмен біз Құнар Плюс деген жоба жасап отырық. Аха. Сіздің енді досыңыз ғой енді. Жақын досым деп сізге сеніп звондап отыр, осы рус досым береді деп. Осы жобада ертең мүмкін 3 қой, мүмкін 5 қой, мүмкін 10 қой ұтып қалу мүмкін осы. Неғұрлым шөп көп болса, соғұрлым жеңімпаз болады да. Сол үшін неғұрлым көп болса, соғұрлым ұтып қалады. Сол үшін бір досыңызды қолдап бір қанша шөп бере аласыз енді, уақытша қайтарып береді барлығын. Брат, маян тапқан, енді маян бұзат дейсің бі? Жоқ, маян алып кетеміз ғой, мая күйінде. А? Жоқ. Ой. Орып алсақ бола ма, орып? Енді құрқадан ормасаңдар енді. Болды онда, Русеке сияқты ора береміз онда. Иә. Алып кете береміз. Рұқсатыңды берді. Рұқсатыңызды беріп атсыз ба? Мен болды, досым деп сеніп хабарласып тұрған кезде подавать етіп қалам ба деп ойлағым, сіз нағыз дос екенсіз, беріп қызғанбай смело ала бер деп. Иә. Жалпы ол дұрыс емес задание болды ғой. Негізі ол біреудің шөбін алып келу деген вообще қате нәрсе ғой негізі. Мысалы, ладно, ол тегін берсе, мысалы 10 000 тук шөп болса, sana дос айтса 100-ін ала бер, не жалко, қайта келмей-ақ қой десе, вот честно было бы. Бәрін аласын, қайта апарасын, сонымен жүресің ғой, болмайды ғой. Жоқ, жаңа білмеймен барып тұрып қой ана жаққа. Береміз деп тұр, бірақ қалай алдыңдар, сол қалпында алып келіңдер дейді да. Оны қалай қоямыз ана жаққа? Иә, оны қалай қоямыз ол жаққа? Не, дұрыс емес қой бәрі. Білмеймін, басқа отбасылар қалай, бірақ білмеймін, бір шақырып бәрін айту керек шығар, может, бізге. Дұрыс емес ол задание деп қалай ойлайсыздар? Өзіміз отказ береміз ба, білмеймін енді. Қалайсыздар? Чё, сіздерде де условия? Собрание отыр. Не очень болып жатыр ма? Ужас. Бір түрлі ғой? Как-то вообще келмейді ғой. Жоқ, шынымен анау условиясын айтайық, организатор айтайық, просто істейміз. Бірақ ол ертең көршілеріңіз ренжейді, бұл жоба 1 жыл бойы болады, ертең қаншама көршілердің басқа нәрсе сұрау керек кезде, сен ана жол шөпті бергем, сен әкеп берген түрің мынау деп айтса, дым демей аласың. Артық әңгіме болады, просто көршілер болғаннан кейін ренжейді да ара қатынас. Сол үшін ұйымдастырушыларға қазір аңсағандар келеді, sonra түсіндіріп айтайық, мынау мынандай деп. Болмайтын нәрсе болмайды. Ой, негіз біз көп жинайтын едік. Біз сол моменттің өзінде көршілерден, 3-4 көршілерден сұрағанның өзінде бізде уже 1000 недей болды уже. 1000 тюктай болды уже. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар? Сендер әңгіме бар. Әңгіме бар, не болды? Неге ондай бірден мені бүйтіп қабақтарын сүйіп қарсы алдыңыздар? Сондықтан біз осы ұсыныс тастадық, өзгертейік, кішкене шарттарын өзгертейік, басқаларға кесіріміз, зиянымыз тиіп кетпейтіндей бір өзгертейік деп. Өйткені түсінтірік сайыс екен, бірақ шығыны көп сайыс болып тұр да, басқаларға зияны тиіп кететін. Нелогичный сайыс болып тұр. Шөпті алам, көршілерден береміз деді. Ол шөпті әкеліп жинап, қайтадан сайыс біткенін апару керек қой. Ол шөп бұрынғыдай тұрмайды, уже жиналған кез бұзылады. Наразылықтарыңыз қабылданды. Бұл сұрақтың шешімі табылды. Бұл реалити шоуда шынымен де халықтың дауысы есептеледі. Иә. Ура! Біз енді ойланып, сіздерге жаңа тапсырманы алып келейік. Пока что сіздер қандай болады екен деп күтіп отырсыз, сондай сыныптан шығып кетеді мұғалімдер сондай сияқты. Пожалуйста, нормальный тапсырма беріңдер. Мен бәрін көріп тұрмын. Бір емес 2 мұғалім тұр. Болды, қазір келеміз. Оңайырақ андай әбіржімейтін задание алып келіп тұрсыз. Мәселе әбіржімеу оңайда емес. Мәселе осы отбасыға пайдасын тигізіп, біреуге зиян болмайтыны, ысырап болмайтыны, әшейін ол конкурс істейік дейтіндей конкурс болмаса екен деп. Конкурс для конкурса болмаса ма? Иә. Бұл тамаша. Дәке,
мына жарты қозы заслужил. Рахмет. Ойла Жүріңіз аға. жартысына. Давай. Күшті кене организованный быстро. Құрметті отбасылар Ой, және нормально, соны инфлюенсерлер. Біз жаңа тапсырма алып келдік. Бәйтеректің шыңына шығу деп. Жаңа тапсырманы сіздерге Мұқағали мырза айтады. Жалпы алдыңғысынан қиын емес, бірақ алдыңғысынан қызығырақ сияқты көріну мүмкін. Айтып көріңіз, егер бұл ұнамаса, білмеймін мен сіздерге. Анда-мында жүре береміз біз. Давай. Біз негізі ойландық, көп ойландық, толғандық. Сөз бар қазақта. Отты жаға білмеген пықсытат, шөпті шаба білмеген қоқсытат. Сондықтан сіз шөпті шабасыздар. Бұл тапсырма біздің инфлюенсерлерге емес, отбасы, отағаларымен арасында жарыс болады. Үшеуіңіз үш батя, үшеуіңіз уақытқа 10 минуттың ішінде сол кім көп орады, соған 10 минут көп емес па? Болды, кеттік, тапсырмаға кірсек, мотивацияға бір GoPro-дан алып алыңыздар, күштілеп тұрып. Разия, құтты болсын, сен шөп ұрмайсың. Ты можешь. Ты сильный у меня. Біздің семьямыз сондай. Оны арасын айту керек, тәтті кету керек қой. Бет алды айта берсін де ертең. Айтады? Ендеше кеттік Поляға. Менің артыңыздан жүріңіздер. Мен жолды білем, 3 сағат жүреміз. Я кеттік, жай барайық. Люблю букву R, чисто маңдай тер. Фрэпи кондитер, туған жерді әндетем. Сенің бары, сенің креdo. Жаратушыға мен сенің кредом. Біздің бастапқы шалғы, қайсы біздің бастапқы шалғы? Мынау болған ғой, что-то көңіліміз толмай, өзіміз іздестіріп, мынаны алып келдік. Енді жеңу керек енді Мадияраға. Біздің де шансымыз бар дейді, біздің ағамызға дейі шабамыз. Негіз бұл жаққа физика керек па? Физика емес, қолдан білу керек. Папалар шабат дегеннен кейін, менде дым уайым болған жоқ. Себебі папаның реакциясын көргеннен кейін, біздің папа спокойно жүрді, дым істемей жүрді ғой. Қазір 5 секунд қой деп осылай жүрді. Менде дым уайым болған жоқ. Уже когда тапсырманы ауыстырғаннан кейін, менде уже андай болды да, үміт пайда болды, что біз мен тезек басудағы жеңіліп қалған қойымызды қайттан отбасымызға алып келеміз деген үміт пайда болды өзімде. Гүлденген әлем Құнар Плюс жобасынан бәріне сәлем. Біз бүгін жарыс алаңына келдік. Қош келдіңіздер. Крик фильмінің 5-ші бөлімін түсірейін деп жатқан сияқтымыз, бір қарасаңыздар. Тамаша тұрсыздар. Бүгінгі жарыстың форматы өте ерекше, өйткені бүгін блогерлер емес, отбасы толықтай емес, отбасы мүшелерінің отағасы, яғни Дәуіт, Мадияр, Оралбек. Шалғы еш жері сынбаған әрі өткір болу керек. Сабының нық тұрғанына көз жеткізіңіз. Шалғымен жұмыс істеген кезде жақын тұру қауіпті. Сондықтан маңайда адамдар мен жануарлардың жоқтығын бақылаңыз. Тайғақ жерден немесе көлбеу беттерден аулақ болыңыз. Әуелі шалғыны 2 қолыңызбен ұстаңыз. Содан кейін шөптің төменгі жағынан сәл иіліңкі серпінді қозғалыспен шалғыны тербеп отырыңыз. Жерге тым жақындатпаңыз. Әр қозғалысты бір қалыпты жайлап жасаңыз. Әр отағасына шөп ұратын жерді дайындап қойдық. Шөпті шабу тыңғылықты және таза түрде жүзеге асу керек. Шабу барысында ешқандай шөп қалдырмай, бір жол бағытымен барып, сосын шөпті жинау үшін барған жолмен қайту керек. Бұл тапсырмаға 10 минут беріледі. Ең бірінші келіп және шөпті жақсы шапқан отағасы жеңіске жетеді. Не дейсіз, пардон? Шабылған шөптердің әруағы. Молодец. Әзілдеп, қалып қалмайық. Жүрегім дүрсілеп жатыр. А вы не переживаете? Я уверена, потому что... Уверена в своем чемпионе, деп қойыңыз. Мой тигр, деп қойыңыз. Мой лев, деп қойыңыз. Вон тот рыжий. Дайын болсаңыздар, мен секундомерді бастайым. 1, 2, 3, кеттік! О! Тамаша! Бізде Мадияраға сәл алдыға шықты. Бірақ бір жақтық қана шөппен. Бұл жерде еске сала кетейік, біз сапасына қараймыз шөптің. Біздің Мадияраға жақсы, давайте. Оралбек аға жақсы келе жатыр. Дәуіт аға өте качественно орып келе жатыр деп ойлаймын. Оралбек ағай, верим, любим, скорбим. Оралбек! Желбіреп байрағың әлемде, әнұран айтылдар
келді. Оралбек өз елін танытқан номер 1 чемпион from Ақсеңгір. Осындай. На поддержка екен, ағам ұтылып қалады. Мен Дәуіт ағанша қатты байқап отырмын, жақсы келатыр, ә? Енді любой заданияға серьезно қараймыз деп шештік біз негізі. Любойны. Сөйтіп, мысалы, кез келген заданиядан бірінші орын ала берсек, 90 қоймен бітіреміз деп отырық осы жобаны. Туатындары бар, бүйтіп 140-160-пен бітіреміз деп отырық. Мадияр аға что-то не болды Мадияр аға бір орында? Что-то Мадияр аға қалып баратыр ешінші. Жаңа жақсы бастап еді. Байқап тұрғандарыңызда бізде үш ағамызда бірінші кругты аяқтап енді артқа қарай шауып келе жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бізде ең басты бұл сапасы, сосын жылдамдығына қараймыз. Дәуіт аға өте жақсы тактика қолданып жатқан сияқты, бірақ одан Мадияр аға да қалар емес. Артынан Оралбек ағамыз бізде сапаға қарай жұмыс жасап жатқан сияқты. Құрметті ағалар, уайымдамаңыздар, біз барлық сіздердің шапқан шөптеріңізді санап шығамыз. Мына жер болмай қалды дейтін әңгіме жоқ. Бізде 3,5 минут өтті. Мынау Дәуір аға қайдан келді? Бой көрінбей қалды что-то. Оралбек, ты живой? Шапсай, братан! Ойындап тұрсыз ба? Иә, что-то не істеп жатыр, не аға? Осып келіп жатқан адам еді? Оны айтам, қалып қалды. Неме болды? Артынан Мадияр аға жетіп oldu уже, ә? Қалай ощущение? Мы жди комок стоит. Сізде? Енді уайымдайсыз ғой. Давайте! Мадияр аға, давайте! Екінші орынға шанс бар, екінші орынға! Көріп тұрғандарыңыздай, үш ағамызда бірінші кругты айналып келіп, енді екінші кругқа барайын деп жатыр. Уже екінші кругта бізде шөптің қалған жартысын, немесе бағана шабылмай қалған шөптерді әрі қарай шабатын болады. Толықтай әдемі қылсаңыздар, соғұрлым жақсы болады. Егер толық шауып тастасаңыздар, енді тек сапасына қарай мән берсеңіздер болады. Екінші шығар деп қойдым, енді Мадиярды лучше ғой деп. Кішкене ширақ қиын болды айтты. Енді шөп орудан біз ойладым, мен үшінші орын аламыз деп. Сөйтіп ойладым, өйткені біз енді физиология бізде Мадияр ағада арық енді сөздің ашығы. Мен сөйтіп ойладым, енді оған күш керек деп. Но это не решает. Как показала практика, это не решает екен. Уақыттың тең жартысы өтті. Бізде әлі шабылмаған аудандар бар. Егер бір кісі толықтай шауып біттім десе, онда толықтай уақытты бітіріп, сол шабылған жалпы мөлшерді санайтын боламыз. Ескерте кетейік, біз тек жылдамдыққа ғана емес, сапасына да көңіл бөлеміз. Орекең жақсы бастады да. Давай, Оралбай, давай деп тұрдым. Деңжеммен. Басында жақсы бастаған сол кезде шек бітті что-то. Енді ана шөп шауып атқан кезде кішкене қиындау болды. Қарсыластарыма қарасам, озып баратқан сияқты. Содан скорость қостым. Құрметті ағалар, 2,5 минут қалды. Егер де сіздердің объемдарыңыз бітсе, онда енді тек качествоға жұмыс жасап, Дәуіт аға әдемілеп тұрып бір шауып шықсаңыз болады. Асықпай. 2 минут уақыт қалды. Дәуіт аға бізде толықтай шауып, тек енді сапасына қарай көңіл бөлуді жөн көрген сияқты. Мадияр ағамызда да дәл сондай. Енді тек қалған ұшып тұрған шөптердің басын шабуда. Ал Оралбек ағамыз мінекей соңғы демін салып, соңғы күшін салып, өзінің аудандағы шөптердің барлығын шауып бітірді десек те болады. Енді бізде қалған 1,5 минуттың ішінде біздің ағаларымыз тағыда не жасайды екен, соған көңіл аударайық. Дәуіт аға ұтты деп ойлаймын, өйткені ол кісі прям профессионально істетші. Прям білет сияқты бұл істі. Сол кісі ұтты деп ойлаймын. Өйткені постоянно қолмен шөп шабадым ғой. Енді осы 2 жыл ғана болды, жұмысқа шыққалы трактормен шаптырып жатыр. А былай қолмен шаптырады ғой. Еще қасында мама тұрды, екеуміз поддержка алып тұрдық қой. И андай басында андай біздің папа андай
чуть-чуть андай медленнее келатты да. Сосын мама айтты, нормально, қазір нормально, ұтып аламыз деп. Маған, наоборот, хотя ол отбасылардың сайысы болып отыр, бірақ маған поддержка беріп отыр да ол кезде менің отбасым. Сондықтан андай ешқандай күмән болған жоқ менде. Жайқалған өсімдіктердің, яғни шабындықтардың жай-күйін анықтау үшін егістік қосымшасын пайдалануға болады. Қосымшаны жүктеп алып, тіркелгеннен кейін кадастрлық нөмірді енгіземіз. Және біраз уақыттан кейін егістік командасы өңдеген спутниктен түсірілген суреттерді көреміз. Жалпы бұл қосымша өсімдік шаруашылығымен айналысатындарға арналған. Мұнда олар техниканы, егістік алқаптарын бақылап, жанармай, тұқым, тыңайтқыш және басқа да шығындарды есептей алады. Айтпақшы, бұл қосымшаны біздің жігіттер жасаған. 100% қазақстандық өнім. 30 секунд қалды. Соңғы күштеріңізді салып, әдемілеп шауып жіберіңіздер. Группа поддержки қайда? Ал енді группа поддержки менімен бірге санаңыздар барлығыңыз. Және 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ағалар, болды, тоқтатыңыздар. Сержан, тоқта! Ағаларымызға күштілеп тұрып бір шапалақ ұрып қойыңыздар, қатысушылар. Ореке, не болды? Не болды? Не болып қалды? Не болып қалды? Қурай көп. Қурай көп екен. Ол кісінің физиологиясынан не ғой, нормально ғой. Айырып тастай ма деп ойлағам. Менде анандай арықтың болды ғой бүйтіп. Ыңғайсыз болды шапқанға. Шалғын ұрған кезде жер тегіс емес, қадалып қала береді. Сол кішкене қиналды. Сосын қурай көп. Дәуді. Айта береді. Бәрі идеальный болып тұрды. Орағы да идеальный, өзі де идеальный, күші де идеальный. Мида ми. Бірінші бүйтіп аккуратно істер ғой техникамен. Күштен үмдеу керек. Бірден деді, оз кетті. Аккуратно ол ма? Ал, Мұқали мырза, біздің сайыс аяқталды. Өзіңіз көріп тұрсыз, дронмен де бағана қарадыңыз үстінен. Үш ағамыз да негізі аз жұмыс жасаған жоқ. 10 минутта осындай жерді шапқанда қарағанда бір-екі күнде мына поляны жинап тастау қолмен дейтін ол кісілерге оңай сияқты. Өзіңіздің сарапшылық, эксперттік ойыңызды айтып жіберсеңіз. Ауылдың атпалы азаматтары болғандықтан бұл кісілер үшін бұл жұмыстың аса ауыр болмағаны сезілді, байқалды. Бірақ алайда біз дрон арқылы үстінен де көре білдік. Қай алаңда қызу жұмыс жасап жатқанын, қай алаңда сәл бәсеңдеу екендігін. Енді мынау алаңда бізде маған ұнағаны шөптің тазалығы, біркелілігі және де жиналғандағы шөптің солай жиналған кейінгі жасалынатын жұмыстарға оңай болу үшін, ары қарай алып кету үшін. Және де мұнда шабылған шөптердің егер несіне тазалығына қарайтын болсақ, ешқандай қалдық шөптер жоқ екендігі білініп тұр. Енді екінші мына жақты көрейік. Бұл жақта өзің байқап тұрған шығарсың, мына шеттерде қалдық шөптер бар. Иә? Мына жерде мен батып кетіп жатырмын. Байқап тұрған шығарсың мына жерлерде. Бұл жер ұмыт қалған сияқты, немесе ағамыз мына жақта кісіге көмектесіп кеткен сияқты. Мүмкін, кім біледі. Ал мұнда орман, ну орман. Байқадыңыз ба? Иә, бұл жерде сәл тереңдігі бар екен, сәл табиғаттың қолайсыздығы ма. Бірақ әлбетте бұл алаңды біз әдейілеп ешкімге берген жоқпыз. Олар қатысушылар өздері бөлісіп алды. Мұнда қалай болған күннің өзінде де біз шөптердің толығымен шабылмағанын байқаймыз. Бірақ қиындық критерийі бойынша сәл ескеру керек. Мына шөпті ұмыт кету қателік сияқты. Немесе мына шөп дегендей. Әне-міне дегенше екінші шығарылым аяқталды. Бір-бірлеріңізді құттықтап шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Бұл шығарылым алдыңғысынан да қызық болды. Өйткені бұл жерде физикалық күш көп болды, және бір-бірімен бақталастық бар ғой, конкуренция жақсы болды. Бізде ең бірінші сайыс біздің блогерлер жарысқан еді, тезек басудан.
және сол тезек басуда өзінің жылдамдығымен тез жасап бірінші орынға ие болған Дәке ЗЗЗ. Халқым, рахмет, халқым. Екінші орында бірақ негізі қатты бір ұтыла қойған жоқ. Бір 2-3 тезекке ғана ұтылған Сабиркин бізде екінші орын. Және үшінші орында Сабиркиннен бір тезек ғана қалып қойған біздің Разиюша. Жалпы бұл сайыс Разия мен Сабиркинге оңай болмады. Өткен тезек басу деген физикалық жұмыс болғандықтан бұл жерде Дәкенің ұтып кетеді ау дейтін екеуі ой болған. Ойларыңыз дұрыс болды. Дәке, жеңіс құтты болсын. Рахмет. Енді Дәке... Қашан машина бересіңдер? Ондай жеңіс емес па? Бізде қой. Үй жақта асфальт нашар еді, соны жөндеп. Ондай емес. Ол чемпион болған кезде ғой. Дәке, бірінші орын алдың. Құтты болсын. Сіз отбасыларыңызды құттықтаймыз. Енді сол бір қойды қай отбасыдан аласыздар, соны бірден осы жерде шешіп алайық. Алдыңғы шығарылымдағыдай анау мынау деп аямаймыз. Уже етімізде үйреніп қалған шығар, біреуден қой алуға. Бетсіз болып қалдық қой. Бетіміз ашылып қалды ғой қазір. Біз семьямызда бір ақылдасалық. Бір ақылдасып алыңыздар. Оқып жатырмын, Разия деп жатыр. Ерінен. Читаю по губам. Дәке, отбасыларыңыздың шешімі? Отбасымыздың шешімі бойынша тек менің ғана шешімім емес. Солай ақталып алды. Сол үшін кішкене неқі бұрылғаным бар. Отбасымызбен ақылдаса келе, жеңгеміздің әңгімесі бар, ағамыздың айтқан ақылы бар. Барлығын қоса келе, әділ түрде болсын деді. Әділ түрде болсын деді. Мен бірінші орын алдым. Жеңімпаз деп қойын, мен бірінші орын алған адам менің ойымша үшінші орын алған адамнан алу керек деп. Яғни бүгін Дәкенің отбасы Разияның отбасынан бір қойды алып кетті. Құтты олсын. Берекелі олсын. Жақсы дәулерін дайындап қойыстыр. Көп қойлар туып берсін біздің ғой. Көрдің бе, қандай әдемі тілек. Батасымен береді ғой жаны. Бізде бірінші тапсырма сол тезек басу еді. Сөйтіп Дәке бірінші орын алды. Енді екінші біздің тапсырмамыз ол отбасы отағалары, яғни Дәуіт, Оралбек, Мадияр ағаларымыз белгілі бір берілген шөпті шауып уақытқа және качествоға қараймыз деп біздің алдыңғы Мұқағали экспертіміз айтқан еді. Екінші тапсырманың результатын біздің экспертіміз Жәнібек мырза айтады. Жәнібек мырза. Бізде жеңімпаз бар, анықталды. Менің әріптесім Мұқағали жеткізіп берді, кім ең мықты жұмыс істеген. Сондықтан бізде жеңімпаз қалай ойлайсыздар? Қай отбасы? Құтты болсын. Жаңа ғана бір қой беріп еді. Сол қойын қайттан қораға кіргізіп жатыр. Берекесімен берді ғой, бірден береке қайтып келді өздеріне. Молодцы. Енді бұл жерде ең қызығы кім жеңілгені болып тұр. Бізде жеңілген. Ол да бар екен ғой. Ал бізде жеңімпаз Дәуіт ағамыз Разияның отбасы. Ал екінші орын алған Мадияр. Яғни үшінші орын алған Оралбек. Өмір бумеранг деген осы екен ағайын. Андай ұзақ уақыт болған жоқ қой, екі ағымет қуанышымыз. Сол үшін Дәке үшін қатты қуанайық деп айттым жаңа. Бағана Дәке. Примерно сездің ғой незі? Ұтып тұрғандарында неден, Бұл жерде енді блогерлер жарысында біз қойды қай отбасынан таңдау еркі бар. Ал отбасы мүшелері жарысқан кезде ол автоматты түрде бірінші орын алған үшінші орыннан алады. Яғни Разияның отбасы Дәкенің отбасынан бір қойды алды да қайттан теңесті десе. Сөйтіп братан дұрыстап шаппайсыз ба, ұтатын еді ғой екеуін. Не болып қалды? Дәкеннің алғашқы жеңілісімен бір құттықтап қояйық. Бірден ғой, екі события сразу. Осыған дейін тең болған еді. Ал екіншісінде жеңіске жеткен Дәуіт ағамыздың қара күшімен бір қойды қайтарып алдыңыздар. Құтты болсын. Құрметті отбасылар, блогерлер түсіндіңіздер ғой, бұл жерде тек бірінші орын ғана маңызды емес, екінші орын алып та жеңіске жетуге болады. Плюс бірде қалып деген сияқты өз қойларыңызды бермей, үйдің іші жанға, сырты малға толы болсын. Сөйтіп біз екінші шығарылымды аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, қай отбасыға, қай блогерге жанкүйерсіздер, төменге жазып кетіңіздер. Келесі сайыстарда кім жеңіске жетеді деп ойлайсыздар, сонда жазып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Біз келесі кездескенше дейміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, аман сау болыңыздар. Бұл Құнар Плюс жобасы
келесі сайыстарда жолыққанша. Ешкім қоймен қоштасқысы келмейді ғой. Біреу жеңсе быковать етпейді екен. Жоқ, просто қарасаңдаршы пока тұрған кезде. Мен қазір просто ауызша айтып салатынмын. Просто убедитесь сами, или я ошибаюсь, может быть.